Қайырлы күн Нарутоның сүйікті көрермендері. Бүгін мен сіздерге Нарутоның бірінші, екінші, үшінші фильмін қазақшаға аударып беремін. Сағат қазір түнгі 12:30, ал мен іске кірістім. Ал сен болсаң қазақша контентке лайк басып, қолдау көрсетіп, коммент жазып кет. Ендеше кеттік. Сонымен қар елі ханшайымын құтқару атты алғашқы фильм Наруто анимесінің бірінші маусымындағы 97-ші сериядан кейін шықты. Бұл шамамен Цунаданың Канохаға оралып Хокаге болған уақытына сәйкес келеді. Бірақ бұл фильм негізгі сюжетпен қиылыспайды. Фильм ханшайым Фун мен оның көмекшілерінің көрінісінен басталады. Олар Маозетсу есімді қарияның шақырған құм дауылына тап болады. Сонымен қатар қария өлі жауынгерлерді шақырып, олар ханшайымға шабуыл жасайды. Алайда жауап ретінде ханшайым мен оның көмекшілері жеті түсті чакраны іске қосып, қуатты жеті түсті ноджитсу техникаларын көмегімен қарияны көкке ұшырады. Нәтижесінде бұл бар болғаны кино екенін білеміз. Бұл фильмді төбеде тұрып кинотеатрда Наруто, Саске және Сакура көріп отыр екен. Кейін оларды күзетшілер ұстайды. Өйткені оларды билетсіз кірген деп ойлайды. Бірақ Саске міне менің билетім ноджитсу техникасын қолданып күзетшілердің бытшын шығарады. Біршама уақыт өткеннен соң олардың бұл фильмді не үшін көргені белгілі болды. Мұны Какаши көруге бұйрық берген екен. Себебі бұл олардың жаңа миссиясымен байланысты болып шықты. Фильмнен кейін олар көргендері жайлы пікір алмасады. Сосын кенеттен алдарынан атқа мінген ханшайым Фун пайда болады. Оны бірнеше жауынгер қуып келеді. Жігіттер жерде жатқан беттерімен тұрып ханшайымды құтқару үшін іске кіріседі. Наруто Спайдермен режимін қосып ғимараттардың үстіне секіріп, оны қуып жетуге тырысады. Жауынгерлер ханшайымға жақындап, оны торға орайды. Бірақ Наруто торды сүйрегенмен кесіп, оны босатып алады. Кейін ол көлеңке клондарын жасап, жауынгерлерді жерге құлатады. Бірақ бұл тек уақытша ғана мүмкіндік болды. Себебі ханшайымды тағы да ұстап алады. Бірақ бұл жолы олар қателесті. Себебі олардың қолындағы ханшайым Сакура болатын, ал нағыз ханшайым Фун қашып кетті. Наруто оны қуып кетеді. Бұл уақытта Сакураға көмекке Саске келеді. Ол жауынгерлердің басшысын жеңіп, қалғандары қорқып қаша жөнеледі. Бірақ оларды Сакура тоқтатады. Нәтижесінде Каноха командасы жауынгерлерді жеңіп, оларды байлап қояды. Бірақ Какаши келіп, оларды босатады да балалардың қатесін түзетуге тырысады. Сөйтсе, олар өздерінің болашақ тапсырыс берушісін байлап тастапты. Оның аты Сандайо. Ол ханшайым Фун рөлін сомдаған актриса Юки Фудзикадзидің көмекшісі болып шықты. Юки Фудзикадзе оның шын есімі, ал енді Каноханың номер 7 командасының жаңа миссиясы Юкиді қорғау болды. Бұл уақытта Юки қашып бара жатып, атына су бермекші болады. Осы кезде оны Наруто қуып жетіп, оның нағыз ханшайым Фун екенін көріп қуанғаннан айқайлап жібереді. Бірақ Юки күтпеген жерден салқында бал ноджитсу техникасын қолданып, Нарутоны суға құлатып, өзі атпен қашып кетеді. Наруто бұған қарамастан Хусейн Болт ноджитсу техникасын қосып, оны тағы қуып жетеді және атқа қайта секіріп мінеді. Жолда олардың алдынан балалар шығып кетеді. Осы сәтте Наруто мен Юки аттан құлап жерге домалап түседі. Балалар өздерінің сүйікті ханшайымы Фунды көргендеріне қатты қуанғанымен, Юки оларға оның шын мәнінде ханшайым емес, жай ғана актриса екенін айтады. Юки қайтадан қашып кетеді, бірақ Наруто оны бәрібір тоқтатуға тырысады. Ол оны аңдып, жасырынып жүрген жерінен ұстап алады. Сосын одан қолтаңба сұрайды. Бірақ Наруто оның алқасына қарап қалған кезде, Юки оны өзінің көкірегіне көз тастады деп ойлап, жоғалып кет азғын немен ноджитсу техникасын қолданып, оны соққыға жығып, қайтадан қашып кетеді. Нарутоның көзі қарауытып, ол тепе-теңдікті жоғалтып, ауыр бөренелердің астында қалып қояды. Юки болса оған қарамастан өз жолымен кетіп қалады. Осы кезде Какаши, Саске және Сакура өз миссиялары туралы сөйлесіп, Юкиді қалай қорғау керектігін талқылайды. Былайша айтқанда, Каноханың ниндзяларын ханшайымға оққағар болу үшін жалдаған. Бір кезде оларды фильмде Юкимен бірге ойнаған бірнеше актерлар күтіп тұрғаны белгілі болды. Олардың барлығы бірге қар еліне жол тарту керек еді. Юки бұл жаңалықты естігенде қашып кетуге тырысады. Себебі ол фильмнің жалғасын тап осы қар ауылында түсіретінін білді, және ол бұрын сонда туылған. Түнде Юки масайып, ішімдік ішіп, барда алқасын ұстап отырып, өзінің туған жеріне оралудың мағынасыз екенін айтып мұңаяды, және осы қар ауылына бару далбасагершілік дейді. Дәл осы сәтте бір белгісіз ер адам оған жақындап келеді. Бірақ күтпеген жерден Наруто пайда болып, оны қорқытып жібереді. Наруто Юкиге неге бұлай істеп жүргенін түсіндіргісі келеді, және сұмдық актриса болсаң да фанаттарыңа звездавать етпей айналайын дейді. Юки оның әңгімесіне күліп, одан бас тартып, жұмысын жек көретіндігін айтады. Осы кезде Сандайо мен номер 7 командасы барға келіп, Юкиге олардың кемесі жақын арада қар еліне аттанатынын айтады. Юки дереу бас тартады. Сандайо оны көндіруге тырысады, бірақ ол тыңдамайды. Ақыры Какаши оған гензюцу қолданып ұйықтатып тастайды. Сонда бардағы ер адам Датоның, яғни қар елінің қазіргі билеушісінің бандиттерінің бірі екені белгілі болды. Ол Юкидің мойнындағы алқасын алуға тырысқан, себебі ол өте маңызды зат болатын. Кейін бізге Датоның өзі көрсетіледі. Оған Юки
Фудзикадзе 10 жылдық іздеуден кейін табылғаны туралы баяндап жатыр. Сонымен қатар олар Юкиді қорғап жүрген Какашиді байқайды. Датоның адамдары Какашиді 10 жыл бұрын кездескен ниндзя деп таниды. Кейін Юки есін жиғанда ол өздерін қайықпен қар еліне әкеле жатқанын түсінді. Бұл уақытта фильм түсірілім тобы кемеде өз жұмыстарын жалғастыра береді. Сол кезде қаншалықты мықты актриса болса да, Юки көз жасын шығара алмайтын белгілі болды. Сондықтан жылау керек сахналарда ол жасанды көз жастарын тамызады. Команда жеті бәрін сырттай бақылап, ема деп таңғалып отырады. Кенеттен олардың Титаник кемесі сұмдық айсбергке соқтығысады. Фильм режиссері Олд Сан болса, жағдайға қарамай түсірілімді дәл айсбергтің үстінде жалғастыруды шешеді. Сол сәтте таудың бір бөлігінде белгісіз жарылыс болып, артынан Датоның 3 жауынгері Фубуки, Мизоре және Роуга пайда болады. Олар Юкидің алқасын тартып алуға келген. Какаши бірден Наруто, Саске және Сакураға Юкиді қорғауды тапсырады, ал өзі Роугамен шайқасуға кетеді. Осылайша шайқас басталады. Бұл уақытта Мизоре сноубордқа мініп Ханшайымның жанына жетіп келеді. Оны тоқтату үшін Наруто мен Саске шабуылдай бастайды. Фубуки да осы күреске қосылып, мұздан найзадай шиптер шығарып жігіттерді тоқтатуға тырысады. Бірақ Саске оған отты шар ноджитсу техникасымен жауап қайтарады. Наруто бұл кезде Мизореден қатты шапалақ жеп алады, бірақ оны Какаши құтқарып үлгереді. Сонда Какаши бұл жауынгерлер чакра бронясын кигенін түсіндірді. Бандиттер болса өздерінің шабуылдарын біріктіріп Юкиді қолға түсіре жаздайды. Бірақ соңғы сәтте Сакура араласып, олардың жоспарын бұзады. Бұған ашуланған Мизору Сакураны өлтірмек болады, бірақ оны Наруто құрпет әрі ноджитсу техникасымен тоқтатып, оны тепкілей бастайды. Бірақ Мизоре қайтадан шабуыл жасайды. Бірақ бұл жолы Нарутоның ішіндегі құйрықты жануардың чакрасы іске қосылады. Екеуі тең дәрежеде айқаса бастайды. Бұл уақытта Фубуки мұздан үлкен тор жасап, Саске отты сәлемімен қарсы алады. Сосын Саскені қатырып қояды. Бірақ Саске оның қулығын алдын ала біліп, жарып жіберем Нахуно джитсу техникасын қолданып, торды жарып жібереді. Фубуки дәл жеңілейін деп тұрған сәтте құс сияқты қанат шығарып, аспанға көтеріліп кетеді де, оның соққысынан қашып үлгереді. Осы кезде Юки өзінің өткенін еске алып шошып кетеді. Ол айқайлап, мен елге қайтқым келмейді деп айтады. Бұл оның көңілін бөлген сонша, Наруто мұны байқамай Мизоренің соққысын өткізіп алады. Мизоре өзінің темір қолымен Юкиді ұрып жібереді, бірақ Сакура оны өз денесімен жауып қорғайды. Бандит бұған ашуланып, оған қатты соққы жасап жерге лақтырады. Мұны көрген Какаши бірден іске кірісіп, серьезно болу керек деп өзінің шаринганын қосады. Ол бір тұмсықты Кит Роуганың техникасын көшіріп алып, өзіне қарсы қолданады. Соның арқасында Какаши мұзды тауды қиратып, жауынгерлердің бәрін шегінуге мәжбүр етеді. Бұл шайқастың бәрін фильм түсіру тобы таспаға түсіріп алған болып шығады. Кейін кемеде отырған Какаши Юкидің алқасына қарап отырып, 10 жылдан астам уақыт өтті деп мұңаяды. Бір шама уақыт өткеннен соң кеме қар елінің портына жетіп келеді. Осы кезде белгілі болады, Юки Фудзикадзе деген оның жалған есімі, ал оның шын аты Каюки Казахана. Яғни ол қар елінің нағыз ханшайымы және тақтың заңды мұрагері екен. Оның көмекшісі Сандайо-сан мұның барлығын баяндап береді. Бұрын қар елін Каюкидің әкесі Казахана Соусетсу басқарған. Ол өте әділ билеуші еді. Ел шағын, бірақ бейбіт өмір сүретін. Алайда 10 жыл бұрын оның туған інісі Дато өз әскерін жинап төңкеріс жасап таққа отырды. Ол сатқын жауынгерлерді жалдап, сол елдің билігін тартып алады. Бұл төңкеріс кезінде Каюкиді жас кезіндегі Какаши құтқарып қалған. Біраз уақыт өткеннен соң Сандайо оны бір театрда көріп, іздеп тауып, оған қамқорлық жасай бастаған. Кейін Каюки әңгімеге қосылып, өзінің көз жасының кеуіп кеткеніне біраз болғанын айтады. Сандайо өзінің продюсер екенін айтып, қар еліне оралуды, билікті қайтаруды жоспарлап, кино түсіру арқылы оны жүзеге асырғысы келген екен. Ол Каюкиның алдында тізерлеп, Датоның тақтан кетуі тиіс екенін айтып, оны осы істі соңына дейін жеткізуге шақырады. Ол Каюкиге, мен өмірімді сен үшін құрбан етуге дайынмын дейді. Бірақ Каюки одан бұл әзілді тоқтатуды сұрайды. Ол бұл оның шаруасы емес екенін, қанша тырысса да Датоны жеңе алмайтынын айтады. Одан да берілейік деп ойлайды. Осы кезде Наруто үстелді ұрып қалып, ашуланып, менің қасымда берілемін деген сөзді айтпа дейді. Ол Сандайо қарттың осы уақытқа дейін Каюки үшін не істегенін айтып, сұмдық әңгіме айтады. Сонда ол егер Каюки өз тағына таласпайтын болса, онда Наруто оны ешқашан кешірмейтінін айтады. Нарутоның бұл сөздері режиссер Олд Санға ұнап қалды. Ол тіпті фильмнің сценарийін өзгертіп, түсірілімді жалғастыруды шешеді. Өйткені бұл нағыз ханшайыммен бірге фильм түсіру деген үлкен мәртебе. Соңғы сөзді Какаши айтады. Ол бір ғана мәселе бар. Енді біз Датодан жасырын алмаймыз. Оны жеңудің жалғыз жолы шайқасу дейді. Сондай-ақ Какаши Канохаға қайтып барып, көмек сұрау керек туралы ойлайды. Бірақ Саске оған бұл миссияға бір ғана 7 команда жетеді деп өз күштеріне сенімді екенін көрсетеді. Сөйтіп олар қар елінің тереңіне қарай аттанады. Жолда олар тоқтап, мықтырақ болу ноджитсу техникасын жасап, қысымдарын жеңілдетуге тырысады. Бірақ дәл сол сәтте Каюки тағы да қашып кетеді. Какаши және команда оны іздеуге аттанады. Юки қашып бара жатып, сүрініп кетіп, есінен танып қалады. Біз оның өткен өмірін көреміз. Бала кезінде ол әкесімен бірге тұрған кездерін еске алады. Бір кезде оны Наруто
тауып алады. Ол Юкиді арқасына отырғызып алып, сен қашумен ақ шаршаған жоқсың ба дейді. Осы кезде олар жер асты туннеліне тап болады. Туннелдің ішінде рельстер бар екенін байқайды. Сонда Сандайо оны көріп, бірден бұл Датоның адамдары келе жатыр деп айқайлайды және тауға қашып кетеді. Наруто мен Каюки поезды көріп, поездан қашады. Кенеттен алып поезд пайда болады. Наруто бірден Хусейн Болт но джитсу қосып, Юкиді алып жолдан қашып үлгереді. Поезд тоқтағанда оның ішінен Датоның өзі шығады. Ол қанша жылдан бері іздедім, ақыры сені таптым Каюки дейді. Осы сәтте таудан бір топ жауынгерлер тас лақтырып пойызға шабуыл жасайды. Бұл Сандайоның сарбаздары екен. Олар күшімен Датоға шабуыл жасайды. Алайда Датоның пойыздағы жауынгерлері оларға қарсы қару қолданып басым түседі. Сонда кенеттен Саске пайда болып, ауыр жарақаттанған Сандайоны көтеріп алады. Бір қолымен жаралы адамды ұстап, екінші қолымен пойыз вагонына жарылғыш кунай лақтырады. Сакура бұл вагонның жарылысына себеп болып, таудан үлкен қар көшкіні басталады. Нәтижесінде Датоның пойызының жартысы жойылады, ал Датоның өзі шегінуге мәжбүр болады. Қатты жарақат алған Сандайо Каюкиден кешірім сұрайды және қаншайым оны осы оқиғаға араластырғандарына өкінеді. Осыны айтқаннан кейін ол есін жоғалтып қайтыс болады. Юки бұл қайғылы сәттен кейін мен бұл елден кетемін, маған бәрібір дейді. Бірақ Наруто оған қарап тұрып, қайда кетесің, бұл сенің туған жерің емес пе деп сұрайды. Осы кезде кенеттен аспанда үлкен дирижабль пайда болады. Мизоре өзінің темір қолымен Каюкиді ұстап алып дирижабльге сүйрейді. Соңғы сәтте Наруто секіріп дирижабльдің жиегінен ұстап үлгереді. Дирижабльдің ішінде Дато Каюкиден 6 қырлы кристалл қайда деп сұрайды. Каюки кристалды өзінде екенін айтады. Дато күліп, бұл кристалл үлкен қазынаның кілті және Казахананың отбасын байланыстыратын жалғыз кілт екенін айтады. Оның айтуынша бұл қазына ішінде 5 ірі шиноби мемлекетін басып алуға болатын қару бар. Наруто бұл сөздерді естіп ашуға булығып, саған бұған жол бермеймін дейді. Алайда Датоның жауынгерлері оны және клондарын шынжырмен байлап, оның чакрасын бақылайтын құрылғыны іске қосады. Бұл құрылғы Нарутоның әрбір чакрасын пайдаланған сайын оны электр тогымен ұрады. Каюки амалсыздан кристалды Датоға береді, бірақ кенеттен ол көшірмесі болып, Дато қатты ашуланып кетеді. Кристалдың жалған екенін түсінген ол, сен мені алдадың деп айқайлайды. Какаши Юкиден шынайы кристалды алдын ала ауыстырып алған болып шығады. Роуга барып Какашиді тауып келуге ұсыныс жасайды. Дато өз сарбаздарына жарайды, бізге олардың өздері келеді, біз күтетін боламыз деп бұйрық береді. Сөйтіп Наруто мен Каюкиді қараңғы тас бөлмеге қамап қояды. Наруто өз қолындағы жіпті аяғындағы кескішті алып кесіп бастайды. Ол Каюкиге бұрылып, мен берілмеймін деп айтады. Бірнеше минуттан кейін Наруто өзінің ханата режимін қосып шынжырды үзеді. Бірақ есіктің торлары электрмен қорғалғандықтан есікке жақындаған сәтте оны ток соғып есінен танып қалады. Осы кезде Датоның сарайына 7-ші команда шабуыл жасайды. Күзетшілер Нарутоның есінен танып қалғанын байқап камераға кіреді. Бірақ Наруто оларды алдап кенеттен шабуыл жасап естерін тандырады. Ол Каюкиді босатып бірге лифтке қарай жүгіреді. Олар лифттен шыққанда кенеттен Какаши пайда болады. Ол Каюкиге нағыз кристалды қайтарып береді. Барлығы бірге шыға берсе жиналған кезде кенеттен Датоның залынан пайда болады. Каюки Датоға жүгіріп келіп оған кристалды береді және осы уақытқа дейін жай роль ойнағанын айтады. Ол күрекшені суырып алып кенеттен Датоға шабуыл жасайды. Кейін ол пышағын алып Датоның ішіне тығады. Алайда Дато оны тез ұстап алып буындырып бірге терең шұңқырға құлайды. Осы кезде Датоның киімінің астында сұмдық чакра жиналғанын байқайды. Дато Каюкиді қайтадан ұстап алып биік мұнараға қарай көтеріле бастайды. Наруто олардың артынан секіреді. Дато мұны байқап арқанды қиып жібереді. Нәтижесінде Наруто төменге қарай құлдырай бастайды. Бірақ оны Канохадағы түсірілім тобы құтқарып қалады. Сол кезде Сакура мен Саске Датоның сарбаздарымен шайқасуға кіріседі. Сакура мұз техникасын қолданып Мизорені жеңеді, ал Саске өзінің арыстан комбинациясы техникасымен Фубукиді жеңеді, ал Какаши Роугамен шайқасады. Ол Райкириді қолданып оның бронь жүйесін сындырады. Содан кейін жасырын жамбасқа лақтыру техникасын пайдаланып Роуганы жеңеді. Осы кезде Дато мен Каюки мұнараның ең биік нүктесіне жетеді. Дато кристалды орнына орналастырады. Нәтижесінде үлкен құпия бөлме ашылады. Бірақ бөлменің ішінде үлкен қару-жарақ емес, тек жылу генераторы бар екен. Кейін Наруто пайда болып, бірақ Дато оны жарып жібереді. Соның салдарынан Нарутоның чокерінде сынық пайда болады. Сосын Дато Нарутоны ұрып мұз астына батырады. Кенет Саски пайда болып, Чидоридің көмегімен бір соққы жасап Датоның бронясын сындырып, сол сәтте Наруто түлкіден көмек сұрайды және ол көмектеседі. Солай Наруто дофига клондар жасайды. Жауап ретінде Дато қарайды қардың тасағы деген бірдеме шақырады. Наруто расынган жасайды. Дәл осы кезде мұздардан түрлі түсті расынганның сәулелері түседі. Осы 7 түсті расынганды Наруто Датоға бағыттайды. Ол Датоға соғып, оны аспанға ұшырып жібереді. Дато толықтай жеңіледі. Барлық қар ериді. Айнала жасыл орманға айналады. Каюки өзінің бала кезіндегі естеліктерін, әкесінің кристалл бергенін есіне түсіреді. Ол әкесінің айтқан сөздерін еске алады және ақыры Нарутоны мойындайды. Осылайша бірінші фильм аяқталды. Кім лайк басса, сол алтын бала, коммент жазсаң жолың болады. Наруто екінші фильм. Қысқы жердің кесірлі қирағандары. Бұл фильм Наруто бірінші маусымының 145-ші сериясынан кейін шыққан. Фильмнің басында бізге құм ауылының шиноби
шинобилерінің қандай да бір өлмейтін юниттермен шайқасып жатқанын көрсетеді. Кейін бұл ұрысқа Канкура мен Гара қосылады. Канкура өзінің қуыршақтарымен бірге юнитті талқандайды, ал Гара ұлы құм мен сіклеу техникасын қолданып жауларын жермен жексен етеді. Содан кейін олар бұл өлмейтін юниттердің кім екенін анықтауға тырысады. Құм шинобилер олардың күтпеген жерден шабуыл жасағанын айтады. Бұдан кейін сол жауынгерлер суға секіріп кетеді. Құм ауылының кейбір шинобилерді оларды қуып жету үшін қайыққа секіреді. Алайда олар бірден соққыға ұшырап жеңіліс табады. Шинобилер теңізге дабыл ракеталарын жібереді және вспышкада механикалық кеменің көрінісі ашылады. Кеме жағада тұрған шинобилерге зеңбірекпен оқ жаудырады. Гара өз адамдарын құммен қорғауға тырысады, бірақ снарядтардың күші тым жоғары болғандықтан олар Гараның қорғанысын бұзып, айналадағылардың бәрін қиратты. Осыдан кейін бізге Хечик атты қызыл көзді күзенді көрсетеді. Наруто, Сакура және Шикамару оны аулауға шығады. Ақырында Хечик торға түсіп қалады. Тұтқындалған соң Сакураға еркелеп жабысады, ал Наруто оның ақмақтықпен торға түскеніне күледі. Бұған Хечик ашуланып е баласын тырнап тастау ноджитсу техникасын қолданады. Содан кейін қашып кетеді. Наруто оны қуып жетуге тырысады, бірақ кездейсоқ торға түсіп, Хечик екеуі төмен қарай бастарын төмен салбыратып қалады. Кейіннен олар күзенді өздерімен бірге алып, оны қайтарып беретін ауылға жол тартады. Жолда Наруто абайсыздықтан ескі көпірден құлап кете жаздайды. Осы сәтте Шикамару көпірдің үстінде бір түрлі нәрсе бар екенін сезеді. Өйткені олар бара жатқан ауылда ешқандай өмір белгілері байқалмайды. Сол себепті олар барлау жүргізуге шешім қабылдайды. Наруто мен Сакура бір бағытқа, ал Шикамару жеке басқа бағытқа кетеді. Осы уақытта Хечик қатты мазасыздана бастайды. Бірнеше ондаған метр жүргеннен соң Шикамару ағаштардың арасынан бос иесіз жатқан жерді көреді. Ал Наруто мен Сакура байланыс орнатпақшы болғанда ол олардың айқайын естиді. Олардың құм ауылының шинобилеріне шабуылдаған сол юниттермен шайқасып жатқанын түсінеді. Наруто мен Сакура бірден шайқасқа кіріседі. Наруто Омайгат ноджитсу техникасын қолданады. Сол кезде біреудің келбеті көрінеді. Ол қызыл көзді Қайрат Нұртасқа ұқсайтын біреу. Оның есімі Темуджин. Айтпақшы Шыңғысханға сәлем. Темуджин Нарутоға қарсы шайқаса бастайды және қатты соққы жегізеді. Алайда болашақ Хакаге құлап қалса да орнынан тұрып шабуылын жалғастырады. Осы кезде Сакураны юниттердің бірі ұстап алады, бірақ Шикамару жетіп келеді. Жауынгерді өз техникасымен басқаруға алады. Осы уақытта Наруто көптеген көлеңке клондарын жасап, жауына қайтадан шабуыл жасайды. Шайқас Нарутоның Расенганы мен Темуджиннің дауылдай найзағай техникасының соқтығысуымен аяқталады. Олардың күшті Темуджина заканчивается столкновением Расенгана и техники неистового грома, и по итогу Наруто и Темуджин от удара... Шикамару бір түрлі құрылғыны байқайды. Ол Делакурдың трегіндегі кобальтқа ұқсап кетеді. Бірақ шын мәнінде бұл Хайда Саманың жаңа мэрини еді. Ол осында утопия құруға келіпті. Келесі көріністе бинтке оралған Наруто есін жияды. Жанында Темуджин де жаралы күйде жатыр. Содан кейін оларға Кахико есімді қарт келеді. Ол Наруто мен Темуджиннің жолы болғанын айтады. Өйткені егер олардың керуені сол маңнан өтпегенде екеуін өзен ағызып кетер еді. Наруто жанында жатқан Темуджинді бірден тани кетеді. Осы кезде Темуджин да есін жинайды. Наруто бірден оған тиісіп шабуыл жасауға дайындалады. Бірақ Кахико шал оны сабыр шапалағын ноджитсумен тыныштандырады. Осы кезде Наруто Хечиктің Темуджиннің жанында тұрғанын байқайды. Екеуінің де жарақаттары тез жазыла бастағанын көріп, Наруто Темуджиннің де оның күші сияқты регенерация қабілетіне ие болу мүмкін екенін болжайды. Кахико олардың Хечиктің шын есімі Неригуй-чан екенін айтады. Бұл күзен бұрыннан бері керуенмен бірге болған, бірақ бір күні жоғалып кетіпті. Неригуй-чан адамдарды жақсы ажырата алады, ал Кахико Канохадан оны қайта әкелуді өтінген адам. Бұл кезде күзен Темуджиннің аяғына жатып, оны қожайын ретінде қабылдайды. Келесі көріністе Темуджиннің балалық шақтағы естеліктері көрсетіледі. Оның ауылы қиратылған. Сол кезде оған Хайда Сама көмек берген екен. Кейін кадр қайтадан Сакура мен Шикамаруға ауысады. Олар жаңа мэриннен юниттердің шығып жатқанын бақылайды. Шикамарудың ойына бір жоспар келеді. Ол Сакураға Нарутоны іздеуді жалғастыруды тапсырады. Ал өзі мэриннің ішіне кіріп тыңшылық жасауды шешеді. Ішке кірген кезде ол бірнеше солдафондарды байқайды. Олар әрлі-берлі жүріп белгісіз тапсырмаларды орындап жүр. Бір бөлмеде Шикамару шыны колбадағы ес-түссіз жатқан балаларды көреді. Кенеттен екі қыз сол мен оң пайда болады. Олар бұл балаларға қарау өздерін жалықтырып жібергенін айтып шағымданады. Сол қыз біз Гилел тасына қол жеткізгенде бұл балалардың бізге керегі болмай қалады дейді. Сол сәтте сұйықтық бір ыдыстан екіншісіне құйылып жаңа солдат пайда болады. Сол мен оң Шикамаруды байқап қояды да оны қуалай бастайды. Бірақ Шикамару Себастьянто болып кетеді. Келесі күні таң атады. Наруто мен Темуджиннің керуені сапарға шығады. Керуеншілер өздерінің елдері жойылып кеткендіктен енді бүкіл әлемді кезіп жүргендерін түсіндіреді. Кейбіреулері тіпті мұхит асып кетіпті. Сондай-ақ Неригуй-чан керуеннің ең көнесі екенін айтады. Жолда Наруто Темуджиннің сен кімсің және не үшін бізге шабуыл жасадың деп сұрайды. Темуджин бұл жерге утопия құру үшін келгенін, сонымен қатар Нарутоның күшінің ерекше екенін айтып, оны өзінің ұстазына еріп жүруге шақырады. Бірақ Наруто оның қалжыңын көтермейді. Осы кезде оның түйеқұсы шегірткені қуып кетеді. Темуджин қару-жарағын тықып керуенді тастап кетуге шешім қабылдайды. Оның артынан Хечик те ереді.
кенет жолда Темуджин күтпеген жерден бір баланы құтқарып қалады. Бала ағашқа шығып қылышын алмақшы болғанда аяғы тайып құлап бара жатқан еді. Оны Темуджин байқап қалып құтқарып қалады. Бұл әрекеті Нарутоның оған деген көзқарасын аздап өзгертеді. Ол Темуджинге құрмет ретінде қолын ұсынады. Бірақ Темуджин оның көмегінен бас тартады. Өйткені ол бұл керуеннің оған көрсеткен көмегі үшін жасаған ақысы ғана дейді. Кешке қарай Темуджин керуенді ақыры тастап кетеді. Бұл жағдайды Наруто байқап оны қуып кетеді. Алайда жолда Кахико қарияны кездестіреді. Ол олардың сүйікті күзені қайтадан жоғалып кеткенін және Темуджиннің артынан еріп кеткенін айтады. Осыдан кейін қария истерикаға түсіп, Каноха ниндзялары өздерін мақтағандай керемет емес екен айта бастайды. Өйткені олар күзенді қайтара алмаған және оны келісімшарт бойынша белгіленген ауылға жеткізуді де орындамаған. Наруто бұл сөздерге ашуланып, бұл миссия сатылған, ал сатылған нәрсе қайтарылмайды деп жауап береді. Осыдан кейін ол Темуджиннің артынан қайта кетіп, күзенді қайтарып әкелемін деп уәде береді. Осы кезде Сакура керуеннің іздерін табады, ал Наруто Темуджинді қуып жетіп, одан Херчикті қайтаруды сұрайды. Бірақ Наруто Хайданың жаңа Меринін байқап қалады. Темуджин оған ішке кіріп Хайда самамен танысуға ұсыныс жасайды. Екеуі ғимаратқа кіреді және Наруто бірден Хайда туралы сұрақтар қоя бастайды. Темуджин Хайда саманың оның ұстазы екенін және оның ерекше сенімі бар екенін айтады. Сырттағы жауынгерлер Хайда саманың сенімді сарбаздары екен. Осыдан кейін олар лифтке мініп Хайда саманың бөлмесіне көтеріледі. Хайда оларды жылы қабылдап, Нарутоның ерекше күші туралы бұрыннан естігенін айтады. Темуджин Нарутоның күшін дәл қазір көрсеткісі келетінін айтып, қылышын суырып алып оған шабуыл жасамақ болады. Алайда Хайда оны тоқтатады. Осы кезде терезе ашылып, Хайда өзі құратын утопия туралы әңгімелейді. Ол өзі және оның адамдар алыстан келгенін, ол жақта үнемі соғыс болып тұратынын айтады. Темуджин де сол соғыстың бірінде туған жерінен айырылған. Сондықтан Хайда қазір ешкім соғыспайтын бейбіт әлем құрғысы келеді. Осыдан кейін Темуджин Нарутоға бізге қосылып, бірге әлемді жақсартайық деп ұсыныс жасайды. Алайда Наруто бұл ұсынысты бірден қабылдамай, мен сендермен бірге кетер едім, бірақ алдыменен өзімнің ауылымда Хакаги болып, достарымды қорғауым керек деп жауап береді. Осы кезде Херчик шыға келеді және Темуджиннің иығына секіріп мінеді. Ол Хайда саманы көріп, оған ырылдай бастайды. Темуджин Хайдадан кешірім сұрап, бұл жануар менің соңымнан керуеннен бастап еріп келеді деп түсіндіреді. Хайда мұны естігенде таң қалып, керуен деп қайталайды. Осы сәтте дыбыс зорайтқыш арқылы хабарлама келеді. Онда Кобальт мінгендер бөлімшесі желді еліне шабуыл жасап, бірақ толықтай жойылғанын айтады. Мұны естіген Темуджин бірден сол жаққа аттанады, ал Наруто оның артынан жүгіріп кетеді. Хайда сама Фугаяны шақырып, оған керуенді табуды бұйырады. Наруто мен Темуджин соғыс болған жерге келеді. Олар Кобальттың қирандыларын көреді және ішке кіріп кетеді. Сол жерде шыны колбаларға салынған көптеген өлі балаларды байқайды. Кенеттен Канкуро шығып келіп, Темуджинді ұстап алады. Ол бұл адамдардың желді елін шабуылдағанын айтады. Наруто мұны естіп, Темуджин мен Хайда бір нәрсе айтады, бірақ мүлдем басқаша әрекет етеді деп айқайлайды. Алайда Темуджин бұл құрбандардың бәрі ұлы мақсатқа жету жолындағы қажетті құрбандықтар екенін айтады. Наруто Канкуродан Темуджинді босатуды сұрайды, өйткені оны өзі жазаламақ болады. Бірақ Темуджин кенеттен босап шығып, оған сол мен оңда қосылады және де шайқасқа Гарада араласады. Ол сол мен оңға құмды шапалақ техникасын қолданады, бірақ олар одан сытылып шығады. Кейін Канкуро мен Гара қыздармен шайқаса бастайды, ал Наруто Темуджинмен пиқылдасады. Канкуро сол қызбен шайқасады, алайда ол қара тесік техникасын қолданады. Осы техниканың көмегімен Канкуроны қараңғы кеңістікке тартып алады. Кенеттен өлім елінің қиналған рухтары пайда болады. Канкуро бірден бұл гензюцу екенін түсінеді. Осы сәтте оның денесінен жыландар шыға бастайды, ал сол оны қылқындыруға тырысады. Алайда бұл тек қуыршақ болып шығады және оны шын мәнінде Канкуро алыстан басқарып тұрған еді. Екеуі шайқасты жалғастырады. Бұл уақытта Гара мен Оң шайқасып жатады. Оң қыз оған найзағайдың қуатты шабуылын бағыттайды, бірақ Гара құмды жаңбыр техникасымен оған жауап қайтарады. Осыдан кейін Оң жақын қашықтықта шабуыл жасау үшін Гараға қарай ұшады, алайда Гара оны қабырғаға лақтырып жібереді. Осыдан кейін Гара оны ұстап алып құмды табыт техникасын қолданады, бірақ Оң өзінің денесінің жартысын солдатқа айналдырып үлгереді. Оның физикалық күші артады, ал денесі плазмалық қалқанмен қапталады. Бұл жаңа күшпен ол Гараға қайта шабуыл жасайды, бірақ Гара өзін көлеңке клонымен алмастырып үлгереді. Осыдан кейін Гара өзінің құмды айдаһарын шақырып, оны Оңға қарсы бағыттайды. Бұл техниканың қуаты бүкіл кемені қиратып жібереді, бірақ Оң қыз тірі қалады. Осыдан кейін Гара құмды найзағай құдайы техникасын қолданады және қызды найзағаймен күйдіреді. Одан соң оның үстінен құмды жазалап сүгу техникасымен жауып тастайды. Бұл уақытта Наруто Темуджиннен неге сен бұны жасап жүрсің? Татақпасау, сен өз жолдастарыңды өлтіріп жатырсың деп сұрайды. Бірақ Темуджин үндемейді және шайқасты жалғастыра береді. Кенеттен Сол мен Канкуро кемеден ұшып шығады. Әлгі қыз гарпияға айналып кетеді. Содан кейін қоршаған ортаға қызғылт түтін шашады. Сондай-ақ көшеге Наруто мен Темуджин ұшып шықты. Ақыры Темуджин Солды ұстап алып, екеуі бірге көкке көтеріледі. Наруто олардың соңынан қуып жетпек болды, бірақ түтіннің кесірінен ештеңе көрмеді. Соңында ол ауада ілініп тұрған Канкуродан ұстап алды. Сөйтіп екеуі бірге суға құлап түсті. Келесі сәтте бізге Фугаян көрсетті. Ол керуенге жетіп, оны тас
талқан етті. Одан кейін ол қарт Кахиконы тергеуге алады. Белгілі болғандай, ол бұл жерге гилель тасы үшін келген екен. Алайда қарт бұл туралы ештеңе білмейтін айтты. Осы уақытта Шикамару пайда болып, көлеңке техникасын қолданып Фугаяны ұстап алады. Кейін ол қартты босатты. Бірақ Фугая бір сәтте қасқырдың кейпіне еніп, Шикамарудың техникасынан құтылып кетті. Сөйтіп тайып тұрды. Осыдан соң Шикамару қариядан гилель тасы жайлы сұрайды, бірақ ол жауап бермейді. Содан кейін Шикамару, окей, бұл біздің шаруамыз емес деді де Нарутоны іздеуге қайта кетті. Алайда Кахико оларды тоқтатып, сендер Нарутоның достарысыңдар, маған көмектесіңдер деп өтінді. Келесі көріністе біз Темуджинді жаңа Мэринің қасында тұрған күйінде көрдік. Ол Нарутоның дос деген не екенін сұраған есіне алды. Сосын оның балалық шағынан бір естеліктер көрсетілді. Ол кезде оның ауылы қираған еді. Сол кезде оған Хайда көмекке келген болатын. Темуджин егер бұл шынайы утопия болғанда, бұнда еш нәрсе ешқашан орын алмас еді деп ойлайды. Ол өз жоспарын айтты, әлемде нағыз утопия құру. Сосын гилель тасын көрсетіп, осы тастың көмегімен бүкіл бір елді жер бетінен жоюға болады дейді. Осы сәтте оған Фугая хабарласып, сен болған керуенде біреулер гилель тасы туралы бірдеңе біледі дейді. Темуджин дереу керуеннің қирандыларына жол тартты. Сол кезде оны Шикамару ұстап алып байлап тастайды. Кейін олар Темуджиннен тас туралы сұрастыра бастайды. Олар сол тастардың біреуі Темуджиннің денесінде екенін анықтайды. Сол себепті оның денесі тез қалпына келеді екен. Сондай-ақ тек керуеннің арғы аталары ғана бұл тастың күшін басқара алатын белгілі болды. Демек, Темуджин мұхит асып келген сол арғы бабалардың ұрпағы. Қарт Кахико гилель кітабында атап өтті. Тек басты кланның мүшелері ғана тастың күшін толықтай басқара алады екен. Кахико олардың ата-бабалары ерекше кеннен осы тастарды жасағанын және оларды гилель тасы деп атағанын айтады. Осы тастардың арқасында ұлы империя құрылған. Алайда үлкен күш үлкен апаттарға әкеледі. Бұл тастарға иелік ету құқығы үшін адамдар соғыса бастайды. Ақыры шексіз соғыстар мен тастардың күші гүлденген империяны жойып жіберді. Тек бірнеше тірі қалған адамдар ғана тастарды мөрлеп, оларды ешқашан босатпауға ант етті. Мұның бәрін естігеннен кейін Темуджин бәрібір бұл тасты кез келген жолмен қолға түсіретін айтты. Оның айтуынша тас қаншалықты күшті болса да, Хайда Сама оны дұрыс мақсатта қолданады. Кейін Темуджин арқанды үзіп Кахиконы кепілге алды. Ол қариядан гилель көзінің орналасқан жерін айт деп талап етті. Алайда қарт үнсіз қалды. Сол кезде Темуджин Кахиконы есеңгіретіп, жарық шашатын граната лақтырды. Бәрі соқыр боп қалған кезде ол бір баланы ұстап алып қашып кетті. Кейін Сакура керуеншілердің гилель көзі қайда екенін сұрайды, бірақ олар бұл орынды тек қария ғана білетін айтты. Сол кезде Херчик пайда болды және бәрі оның соңынан ерді. Бұл уақытта Темуджин мен қарт таудың шыңына жетті. Сол жерде Темуджин баланы босатты. Сосын WhatsApp ноджитсу техникасын қолданып Хайда Самаға өз координаталарын жіберді. Содан кейін ол қариямен бірге гилель көзінің орналасқан жеріне қарай жол тартты. Хайда Темуджиннен SMS алған сәттен ақ бірден сол жаққа аттанды. Осы уақытта Наруто мен оның достары да сол жерге жетті. Алайда Темуджин мен қария олардан бұрын келіп қойған еді. Содан кейін Хайданың кобальты көрінді. Темуджин дереу гилель көзі осы жерде деп хабарлайды. Шикамару оны не үшін пайдаланбақсыңдар деп сұрайды. Хайда тағы да соғыссыз утопия құрамын деп жауап берді. Алайда Шикамару сенің іс-әрекеттерің мен сөздеріңнің арасында ешбір байланыс жоқ. Бұл тек күшті эгоисттің жоспары секілді дейді. Бұл нағыз өзімшіл тиранның жоспарына көбірек ұқсайды. Сол кезде Наруто іске кірісіп Хайдаға наразылығын білдіре бастады. Ол өз арманын жүзеге асыру үшін серіктерінің өмірін құрбан етіп жатқанын айтады. Хайда болса менің серіктерім менің арманымды бөліседі деп жауап берді. Сондай-ақ Наруто Хайданың әрекетін қатаң сынға алды. Өйткені Наруто үшін серіктер сен қамқор болатын адамдар. Ол бұрын жалғыз еді, бірақ достар тапқаннан соң жалғыздықтың не екенін ұмытты. Сондықтан оның мақсаты Хакаге болып өз достары мен жақындарын қорғау. Сосын Наруто Хайдадан сенің утопияң кімге керек деп сұрайды. Осы сұраққа Хайда жауап беріп жатқанда Кахико тасқа қолын тигізіп механизмді іске қосты. Нәтижесінде Кахико мен Темуджин алып тастың үстінде төмен қарай құлап кетті. Бұған Хайда қатты ашуланып кемеден секіріп түсіп Нарутоны қабырғаға ұшырып жіберді. Кейін ол бір ғана соққымен кіреберісті бөгеген тасты талқандайды. Оның арқасынан үлкен қанаттар өсіп қарттың соңынан ұшып кетті. Наруто есін жиған бойда Хайданың соңынан қуды. Шикамару да олардың артынан бармақ болады, бірақ оның жолын сол бөгеп олар шайқаса бастайды. Сакура Фугаяға қарсы шықты, бірақ соңында Фугая Сакураны ауыр соққымен сабай бастайды. Алайда Сакура айла қолданып Фугаяны шулы тас құбырлардың астына алып кетеді. Фугая айғайлаған кезде қатты дыбыстан өзі естен танды. Кейін оның үстіне тас құлап көміліп қалады. Сонымен қатар Шикамару сол жақты ұстауға тырысты, бірақ оны қолға түсіре алмады. Сол кезде ол Канкуроны байқайды. Канкуро сол жақтың айналасын бөрілермен қоршады. Кейін оны өзінің қуыршағымен ұстап алып екіге қақ бөлді. Жеңістен кейін олар Хайданың кемесіндегі капсулада жатқан балаларды құтқаруға кетті. Ал бұл уақытта Кахико мен Темуджин ең төменгі қабатқа жетті. Олар мөрленген бөлмеге кірді. Қарт Темуджинді райынан қайтаруға тырысты, бірақ ол адамдар тас болсын болмасын олар бәрібір соғысады деп жауап берді. Мұны естіген Кахико пышағын суырып алып Темуджинге қарай жүгірді. Қария оның қолын жеңіл ғана тіліп өтті, бірақ Темуджин оны оңай шетке лақтырып жіберді. Сонда Кахико олай болса бұл күш ешкімге бұйырмау керек деп жерге сызылған таңбаларға жақындады. Кахико Темуджиннің қанын пайдаланып қара құрдымды шақырып барлығын жоюға
ел буды. Сол кезде Хайда пайда болып, қарттың қолынан пышақты қағып жіберді. Ол өзінің қолына орнатылған гилель тасын көрсетті. Бұл туралы ол гилель кітабынан оқып білген еді. Ақыры Кахико шындықты түсінді. Темуджиннің ауылын жойған кезде гилель кітабын иемденген дәл осы Хайда болған. Сол кезде шақырылған кілт пайда болып, гилель көзіне апарар есікті ашты. Сол кезде Нирогуй-чан да жүгіріп келді. Бірақ Хайда оны ұшырып жіберді. Ал күзеннің аузынан гилель тасынан кішкентай сынық жерге құлайды. Содан кейін Хайда Кахиконы өлтіруді шешті. Бірақ оны Темуджин қорғап қалды. Оған кешірім сұрап, бір көз бізде бар, сондықтан қартты өлтірудің еш мәні жоқ дейді. Бірақ Хайда маған пофиг деп ашуға мінді. Ол Темуджиннің өз мақсатына қарсы шығуға ашуланды. Сол кезде Наруто келіп Кахиконы қолына алды. Хайда оларға оқ жаудыра бастайды. Сонымен қатар Темуджинге барлығын өлтіруді бұйырды. Алайда Темуджин кенеттен есіне өзінің ауылын қиратқан адамдарды түсіріп, бұйрықты орындаудан бас тартты. Хайда, дұрыс, сен де ата-анаң сияқты әлсізсің деп оны мазақ етті. Сосын Темуджинді ештеңеге жарамсыз бейшара деп атады. Осыдан кейін Хайда өзінің зұлымдыққа толы шындығын мойындады. Мен сенің ауылың мен отбасыңды жойдым дейді. Сосын ол Темуджинге шабуыл жасап, оның денесіндегі гилель тасын жұлып алды да, оны қолында мыжып шаңға айналдырды. Содан кейін Хайда кілтті белсендіру үшін әрекет етті. Бірақ оған Наруто тосқауыл болды. Сөйтіп олар шайқасқа кетті. Осы сәтте Темуджин осындай уродқа қызмет етіп жүргенін толық түсінді. Ал Хайда Нарутоны оңдырмай ұрып қабырғаға жабыстырып тастайды. Бірақ Наруто берілмей Расенганды қолданып Хайданы қабырғаға ұшырып жіберді. Алайда Хайда қайта қалпына келді. Сол кезде төбеде үлкен жарық пайда болып, гилель көзі көрінді. Наруто Темуджиннен көмек сұрайды. Хайда осы кезде жігіттерге оқ атты. Бірақ олардың қорғанысына адал юниттер тұрып берді. Одан кейін Хайда өзіне көзден күш жинай бастайды. Наруто мен Темуджин оны тоқтату үшін жүгіріп кетті. Наруто көмекші клондарын шақырып, бір қолына өзінің Расенганын, ал екінші қолына қызыл Расенганын жасап алды. Соңында Наруто мен Темуджин бірігіп, қызыл Расенганның көмегімен Хайданың қолындағы гилель тасын талқандайды. Содан кейін Наруто Расенганмен эгоисті жойып жіберді. Сонымен қатар кілт те қирады, ал гилель көзі бақылаудан шығып кетті. Енді бұл энергия көзі бүтін бір құрлықты жұтып қою мүмкін. Құтылудың жалғыз жолы осы көзді жою. Ол үшін Темуджиннің қаны арқылы қара құрдымды шақырып, бәрін сіңіріп жіберу қажет. Темуджин бұл шешімді қабылдап, Наруто оған кедергі келтірмеу үшін оны есінен тандырды. Ол шақыру шеңберіне қарай беттеді. Дәл сол кезде энергия көзі оны қоршап алды. Темуджин шақыру орнына жете алды. Ол мөрлерді іске қосқанда барлығы ішке тартылып кете бастады. Алайда дәл соңғы сәтте Наруто өзінің көптеген клондарының көмегімен Темуджинді құтқарып қалды. Қара құрдым барлық нәрсені жұтып, аспанға қуатты жарылыс жіберді. Жер қатты шайқалып, деформация басталды. Осы жарылыстан кейін Кахико мен күзеннің барлық жаралары жазылып, ал құтқарылған балалар өздеріне келді. Нәтижесінде Темуджин есін жиғанда ол жанында Нарутоны көрді. Кенеттен қараңғы кенеп жарылып, оның артынан адамдардың бақытты екенін көрсететін сурет көрінді. Барлығы аяқталғаннан соң Темуджин өзінің туған жеріне қайтуға шешім қабылдайды. Бірақ Нирогуй-чан да онымен бірге баруға ниетті болды. Екінші фильмнің соңы. Үшінші фильм Ай жартысы аралығындағы жануарлардың бүлігі. Бұл фильм Нарутоның бірінші маусымның 195 сериясынан кейін шыққан. Фильмнің басында Какаши, Наруто, Сакура және Рок Ли Б дәрежелі миссияға аттанады. Олардың міндеті Ай елінің принці Цукимичираны қорғап, үйіне аман-есен жеткізу. Принц сапар барысында көптеген құнды заттарды жинап алған. Сондай-ақ біз оның ұлы Хикаруды көреміз. Ол Нарутоның маңдайына жабыспалы жебемен атады. Наруто бұған жауап ретінде көтіңді көзіңнен шығарамын ноджитсу техникасын қолданатынын айтады. Алайда Цунаданың бұйрығы бойынша принцті, оның ұлын және барлық мүлкін қорғау маңызды дипломатиялық миссия болып саналады. Егер оны сәтсіздікке ұшыратса, халықаралық жанжал туындауы мүмкін. Сондықтан Какаши Нарутоны тез тыныштандырады. Сонымен қатар бізге Ай елінің шағын, бірақ өте бай мемлекет екені айтылады. Онда құнды ресурстар көп және туризм жақсы дамыған. Жолда принцтің керуеніне қарақшылар шабуыл жасайды. Алайда Каноха ниндзялары оларды оңай жеңіп шықты. Кейін түнгі демалысқа тоқтап бәрі тамақтанып алды. Таңертең олар қайта жолға шықты. Содан кейін олар цирк өнер көрсетіп жатқан қалаға келеді. Бұл циркте үйретілген жануарлар өнер көрсетті. Олардың ішінде сирек кездесетінбісі бір жолбарысы Чанг және кішкентай маймыл Кики Минаж болды. Бір трюк кезінде Хикару жебесімен Кикидің қолындағы алманы атып түсірді. Содан соң жүргізуші келесі атып түсірген алмасы үшін жүлде берілетінін айтты. Хикару тағы да дәл көздеп екінші алманы да атып түсірді. Кейін ол жүлдеге Сібір жолбарысы Чангты алғысы келетінін мәлімдейді. Цирк жүргізушісі жолбарыстың өте қауіпті және адамдарға агрессивті екенін түсіндіруге тырысты. Бірақ ақырында Мичиру бүкіл циркті сатып алды. Кейінірек Хикару жолбарысты тамақтандырмақ болды, бірақ Чанг ашуланып оған шабуыл жасайды. Соңғы сәтте Наруто оны құтқарып үлгерді. Керуен қайтадан жолға шықты. Олар Ай елінің кемелері келетін айлаққа жетті. Кеменің келуін күтіп тұрған кезде Мичиру мен оның ұлы Хикарудың анасы Амайомен кездесті. Ол айлаққа жақын маңда тұратын. Амайо ұлын көріп дереу жүгіріп келіп оны құшақтап алды. Алайда ол әуелі Мичируды тани алмай қалды. Өйткені ол ажырасқаннан кейін қатты семіріп кеткен еді.
дейді. Мичиру байлығы арқылы оны қайтарғысы келеді, бірақ әйелге байлықтың қажеті болмады. Осылайша ол Мичируден 3 жыл бұрын кеткен және қазірде оның дым өзгермегенін айтады. Кешке принцтің заттарын кемеге тиеу басталды. Наруто мен Сакура күзетте болды. Сакура қайықтарды тексеруге кетті, ал Наруто Хикарумен әңгімелесті. Хикару раменнің дәмді ме жоқ па екенін сұрайды. Наруто «Иә, бірақ сен үшін ол дәмді болмайды» деп жауап берді. Содан кейін Хикару Нарутоға өзінің қызметшісі болуын ұсынды. Ол Нарутоға кез келген нәрсені беруге уәде етті. Алайда Наруто оны жөніне жіберіп, адамдарға ойыншық ретінде қарауды доғар дейді. Бұған ашуланған Хикару кетіп бара жатқан Нарутоның желкесіне жебе атты. Наруто оған сәл ғана шапалағын беріп жіберді, ал Хикару жылап қоя берді. Осы кезде ашуға булыққан Сакура келіп, сұмдық соққыны қағып алмау джитсу техникасын қолданып Нарутоны ұшырып жіберді. Принцтің кемесі түнде ай аралына қарай бет алды. Сакура Нарутоны байлап тастады, одан Хикарудан кешірім сұрауды талап етті. Сол кезде Хикару дастархан басында отырған Кики маймылды байқап қалды. Ол үстелдің астында алма жеп отырған еді. Хикару оны ертіп жолбарыстың торына барды және оған тағы да алма бермек болды. Алайда Чанг тағы да оны өзінен қуып жібереді. Түнде кеме қатты дауылға тап болды. Палубаға шықпас бұрын Хикару Нарутоға егерде бірдеңе болса жануарларды құтқаруға тырыспа дейді. Өйткені олар оны жерге қаратты. Наруто бұған жауап ретінде сен ең нашар адамсың дейді. Өз еркіңмен жануарларды алдың. Ал енді олар сен үшін қызықсыз болып қалды да тастамақшысың. Сен тым сорлысың, саған тіпті соққы берудің өзі артық дейді. Наруто кетіп қалды, ал Хикару өзінің мусор емес екенін айтып палубаға шықты. Ол жолбарыстың торын көрді, бірақ Чанг ешкімді жақындатпағандықтан тор құлыптаулы тұрды. Толқын оны кеме бортынан құлатып жіберуі мүмкін еді. Хикару бар күшін жинап торға жетті. Ол құлыпты ашып жолбарысты босатты. Алайда Кикиді толқын алып кетті. Сондықтан Хикару да оның артынан секірді. Соңғы сәтте Чанг оларды ұстап қалды, бірақ бәрібір теңізге құлайды. Осы кезде Наруто іске қосылды. Ол көптеген клондарын шақырып жолбарысты, Хикару мен Кикиді құтқарып алды. Дауыл басталғаннан кейін Чанг Хикаруға жақындап, оны мойындайды. Тіпті Хикару оны сипай алды. Наруто Хикарудың жолбарыс пен маймылды құтқарғанын көріп, одан кешірім сұрайды. Хикару да Наруто мен Чангтан кешірім сұрайды. Нәтижесінде олар бәрі достасып кетті. Жігіттер ай жартысы аралына жеткенде ол жердің бұрын туристерге толы болған көшелері қаңырап қалғанын байқайды. Ал сарайға кіргенде оларды министр Шибадаба күтіп алды. Мичиру қалаға не болды, король қайда деп сұрайды. Министр король өлді деп жауап берді. Кенеттен қару-жарақ киген сарбаздар пайда болып принцті қоршауға алды. Шибадаба мен министр ретінде бүкіл байлықтың мұрагері болуым керек, ал Ханзада өлу тиіс дейді. Шайқас басталды. Дәл сол сәтте арбамен капитан Терейга келіп Ханзаданың жағына шығып шайқасқа қосылды. Шибадаба оны сатқын деп атап өлтіруге бұйрық берді. Капитанға Какаши көмекке келді. Капитан сендер кімсіңдер деп сұрайды. Какаши біз Ханзаданың қорғаушысымыз деп жауап берді. Ол капитаннан Ханзаданы құтқаруды сұрайды. Сосын Шаринганын іске қосып сендерге Ханзадада татақта жоқ ноджутсу техникасын қолданып жолды қиратты. Осылайша олар тез арада қашып құтылды. Бұл шайқасты жалдамалы шевелюр ниндзялары олардың жетекшісі Ишидате бақылап тұрды. Жолда капитан Санчо қаласына баруды ұсынды, өйткені ол жақта олардың достары бар. Сонымен қатар циркшылар да принцтің арбасын көріп олардың артынан ерді. Бірнеше уақыттан кейін жігіттер үңгірдегі тірі қалған корольді тапты. Ол ес-түссіз жатыр еді. Біз бірнеше ай бұрынғы оқиғаларды білдік. Кеңес өткізіліп Шибадабаның қызметінен босату туралы шешім қабылданды. Осы себепті Ханзада мен оның ұлы арнайы сапарға жіберілді. Король бұл уақытта Шибадаба мәселесін шешпек болды. Алайда министр әлдеқайда айлакер болып шықты. Ол бірнеше жалдамалы ниндзяларды жинап, әскерді өз жағына тартты. Нәтижесінде Шибадаба корольді тақтан құлатты. Сакура корольдің жағдайын тексеруге шешім қабылдайды. Оның денесінің бір бөлігі тасқа айналып кеткен еді. Ол жалдамалы шинобилердің шабуылы кезінде қандай да бір техникамен әлсіретілген. Сакура корольді емдеуге тырысып көруге шешім қабылдайды. Осы уақытта Шибадаба Ишидатемен сөйлесіп отырды. Олар Ханзада қашып кеткеннен кейін не істеу керектігін талқылайды. Ишидате сенімді түрде еш уайымдама, келген ниндзялардың бірі шашты үштігімізге қарсы ешқандай мүмкіндігі жоқ дейді. Кейін Сакура корольдегі тастың қалай кетірілгенін түсінді. Алайда ол ұзақ уақыттан бері тасқа айналғандықтан оны алып тастау өте қиын болды. Осы сәтте король кенеттен есін жиды. Ол көзін ашып алдында тұрған ұлы мен немересін көріп қатты қуанды. Король Какаши мен оның командасына алғыс айтып, Ханзаданы қорғағандар үшін рахметін білдірді. Сондай-ақ Шибадабаның сатқындығына қатты налыды. Король Амая жайлы сұрайды. Ол ұлына жиіркенішпен қарайтыны үшін оған өте өкінішті екенін айтты. Осыдан кейін король өзінің соңғы тілегін Мичиру келесі король болуға тиіс екенін айтты. Ол Какашиді жанына шақырып, оның соңғы өтінішін тыңдауды сұрайды. Ол ұлым мен немеремді кез келген жағдайда қорға дейді. Осы сөздерден кейін король өмірден озды. Түнде Наруто Хикарумен сөйлесіп, оған өз ойын айтты. Корольдің қорғау туралы айтқаны тек отбасы жайлы емес, бүкіл ел жайлы болды дейді Наруто. Хикару мұны түсініп, нағыз билеуші өз халқына қамқор болатын адам дейді. Мен
әрқашан өзіме жақын адамдарды қорғаймын деп уәде берді. Таңертең капитан мен оның адамдары жаңа король мен оның ұлын қауіпсіз жерге апаруды шешті. Олар жағаға жетті. Онда оларды екі қайық күтіп тұрды. Барлығы қайыққа жүгірді. Тек Мичиру мен Хикару қалып, әкесін қашуға мәжбүрледі. Мичиру жүгіруге тырысты, бірақ жолда құлап түсті. Дәл сол кезде олардың артынан жалдамалы шинобилер шабуыл жасайды. Олар жарылғыш кунай лақтырды. Оның ішінде түсініксіз түтін болды. Содан кейін сендер ақымақсыңдар, бізді қайықтардағы оттың арқасында байқап қойдыңдар деп мазақтайды. Наруто егер Мичиру немесе Хикарудың бір тал шашы түссе, мен сендерді бол жұдырықпен сендердің көттеріңді айырамын джитсу деп айқайлайды. Алайда кенеттен Ишидате Нарутоның артынан білдіртпей келіп, оны сабай бастайды. Нарутоны Какаши қорғап қалуға тырысты, бірақ Какаши Ишидатемен айналысып жатқанда алып Конг Нарутоны ұруды жалғастырды. Ол Нарутоны апперкотпен жоғары лақтырып, содан кейін оны қатты соққымен жерге соқты. Осыдан кейін Ишидате босап шығып Какашиға шабуыл жасайды. Осы кезде Рокли Нарутоның жеңілгенін көріп, Конгтан кек алуға шешім қабылдайды. Ал Сакураға шашы ұзын Канграбана шабуыл жасайды. Онымен шайқас барысында Сакура бастапқыда лақтырылған түтінді кунай жай ғана түтін емес, қарсыласты мал қылатын у екенін түсінді. Кейін Ишидате қолындағы мордорлық Саурон көзін қосады. Ол Какашидің қолын ұстап алып, оны тасқа айналдырды. Осы шайқастың нәтижесінде Рокли Конгтан ауыр соққы алды. Какаши тас қолды болды. Сакура Канграбанадан жеңіліс тапты. Соңғы сәтте оларға капитан Тарега көмекке келді. Ол Ишидатені жаралауға тырысты, бірақ кейін Мичиру мен оның жауынгерлерін ат үстінде байқайды. Алайда келесі сәтте капитанды Ишидате ұстап алып, оны толығымен мұзға айналдырды. Кейіннен жауынгерлердің бірі капитанның мүсінін қылышпен шауып, оны талқандайды. Сол уақытта Конг Хикару отырған қайыққа секірді. Дәл осы сәтте күтпеген жерден Наруто Листің чакрасымен оянды. Ол көз сұмдық жылдамдықпен Конгқа шабуыл жасайды. Оған Канграбана араласып, Нарутоның айналасына жапырақтар шашып, техникасын пайдаланып, оған жаралар салуға тырысты. Бірақ Наруто бір сермеумен оның техникасын жойып жіберді. Осы кезде Ишидате Нарутоға қарсы шайқасқа алаңдап тұрғандықтан, бұл мүмкіндікті Какаши пайдаланды. Ол Райкириді қосып Ишидатені жеңуге тырысты, бірақ ол жалтарып үлгерді. Ақырында Мичиру қолға түскен кезде жалдамалы жауынгерлер дереу шегінді. Сакура болса Какашидің тас қолын емдеуге кірісті. Кейін Мичиру Шибадабаның алдына жеткізілді. Ол министрден неге бәрі корольді сатып кеткенін сұрайды, өйткені ол оларды өз достарым деп санаған еді. Шибадаба оған бұл сөздердің бәрі жалған екенін айтты. Король өзінің армандаған әділетті әлемін орнатқысы келіп, салықтарды төмендетуді және халыққа қазынадан көмектесуді жоспарлағанын түсіндірді. Бірақ Шибадабаның ашкөздігі бұған мүмкіндік бермеді. Шибадаба ақша бұл әлемдегі ең маңызды нәрсе деп санайды. Бұған жауап ретінде Мичиру оның әкесін Шибадабаның өлтіргенін айтты. Министр болса бұл рас екенін, король болу үшін оны жасағанын мойындайды. Алайда Мичиру бұл ешқашан болмайды, мен нағыз мұрагермін деп айқайлайды. 7-ші топ Хикарумен және капитанның жасағымен бірге Какашиден сарай айналасында өте көп күзет бар екенін және ішке кіру өте қиын болатынын білді. Нәтижесінде Хикару жылап жіберді, бірақ Наруто оны жұбатты. Осы кезде ағаштардың арасынан Чанг пен Кикимина шықты, ал артынан цирктің толық группасы пайда болды. Кейін цирктің басқарушысы капитанның сарбаздарын айқайлай бастайды, өйткені олар циркшыларға ақша төлемеген еді. Какаши араласып бәрін реттеп басқарушыны сабасына түсірді, ал бұл уақытта сарайда Мичируды дар ағашына шығарады. Ол тақтай мен үлкен рогаткадан жасалған еді. Мичиру күнге қарап әкесінің елді бақытты ету туралы арманы жайлы сөздерін есіне алды. Осылайша ол бар күшін салып тепе-теңдігін сақтап құлап кетпеуге тырысты. Дәл осы сәтте сарай алдында Какашидің басшылығындағы циркашылар келді. Какаши өзінің шаринганын қосып күзетшілерді бейтараптандырады. Содан кейін циркшылар қойылымын бастап, сарайдағы бүкіл халық оларға тамашалауға шықты. Ал Наруто, Хикару және қалған команда құпия жол арқылы сарайға кірді. Онда жауынгерлердің бірі Хикаруға арнайы үшкір шағын жебелер берді. Осыдан кейін олар Какашимен байланысып, ол өз қойылымын бастады. Алдымен Какаши барлығының назарын аударып, содан кейін шаринганды қосып, алтын жаңбыр техникасын көмегімен сарайдағы сатқындарды жуа бастайды. Кенеттен Шибадабаның сарбаздары пайда болып, қырғын басталды. Сарай ішінде Наруто мен команда Мичирудың қай жерде екенін түсінді, бірақ олардың жолында Конг тұрды. Рокли бұл Конгты мен аламын деп қалғандарын әрі қарай жүгіруге жіберді. Осылайша Рокли нунчактарын алып Конгпен шайқаса бастайды. Ол аяқтарындағы ауыр салмақтарды шешіп, екінші жұп нунчактерді алып, найзағайда жылдамдықпен алып қабаққа соққы бере бастайды. Рокли оны жерге бір ұрғанда Конг қайта тұрып кетті. Кейін Конг өзінің таза физикалық күшімен Роклиді жеңе бастайды және оны тіптен есінен тандырды. Рокли берілмей қайтадан орнынан тұрды. Келесі қарсылас Канграбана болды. Сакура оны өзім аламын дейді. Алғашында ол Канграбананы жас қыз деп ойлайды, бірақ кейін оның жасы 22-де екенін білді. Шайқас барысында Канграбана өз техникасын гүл жапырақтарымен Сакураға ауыр соққылар берді. Алайда Сакура да берілмей қайтадан орнынан тұрды. Осы кезде бізге Какашиді көрсетті. Ол Шибадабаның көші жауынгерлерін тас-талқан етті. Кейін Наруто, Хикару және бірнеше жауынгер сарайдың төбесіне жетті. Сол кезде оларға Ишидате секіріп түсіп, бір жауынгерді лезде мұзға айналдырды. Ал артынан тұтас әскер пайда болды. Кенеттен Чанг пайда болды. Наруто аяғының астында
үстін бомбасын лақтырды, ал Чанг Хикаруды көтеріп алып олар қашып кетті. Кейін олар Мичируға жетті, бірақ олардың жолын тағы да Ишидате бөгеді. Наруто іске кірісті. Ол дұшпанға соққы жасауға тырысты және сансыз көлеңке клондарын шақырды. Наруто шабуылға өтті, бірақ Ишидате жерді қиратып, клондарды оқпен атқылады. Соңында ол Нарутоны балконнан лақтырып жіберді. Кейін Ишидате Нарутоның есінен танғанын тексеруге жақындайды. Наруто қозғалыссыз екенін көргеннен соң Ишидате өзінің жаңа нысаны ретінде Хикару мен Чангты таңдайды. Алайда ол күтпеген жерден аяғынан ұстап қалған Нарутоға тап болады. Осылайша Наруто, Сакура, Рок Ли бір мезетте қатарынан қайтадан көтеріліп, жалдамалы жауынгерлерге қарсы шабуылға шықты. Сонымен қатар Мичиру тұрған ағаш тақтай сынып, ол құлай бастайды. Мичиру ұлына қоштасып аманат сөзін айтпақ болды, бірақ сол кезде тақтай мүлдем сынды. Наруто Хикаруға берілме, маған сен деп айқайлайды. Хикару Чангтың арқасына секіріп, әкесіне қарай жүгірді. Ол Чангпен бірге мұнарадан секірді, ал ұшу кезінде Хикару Мичиру ілініп тұрған арқанды атып құлатты. Оларды аман сақтау үшін Наруто миллион клон ноджутсу техникасын қолданды. Сонымен қатар ол осы техниканың көмегімен Ишидатені де шетке ысырды. Соңында клондар Мичиру, Хикару және Чангтың құлауын жұмсартты. Сонымен қатар бізге Сакураның люстраны сындырып, оның сынықтарымен 22 жастағы Канграбананы жеңгенін көрсетті. Сондай-ақ біз Рок Лидің мас помидор техникасы мен Юйо ноджутсу техникасын қолданып қарсыласында жеңгенін көрдік. Кейін белгілі болғандай 3 жалдамалы жауынгердің басында парик болған екен. Хикару құлағаннан кейін есін жиып, әкесіне жүгіріп барды, ал Мичиру да есін жиды. Ұлы оны құшақтады, ал Хикару Чангқа алғысын білдірді. Осы кезде Мичиру Шибадабаны көріп, оны жазалауға бел буды. Наруто бұл кезде жеңілген Ишидатеге жақындайды. Алайда Ишидате өз көз техникасын іске қосып, Нарутоның аяғын тасқа айналдырды. Кейін оны қабырғаға лақтырды. Жауап ретінде Наруто клондарды шақырып Расынган жасайды, бірақ тасқа айналған аяғы қозғалуға кедергі келтірді. Мичиру бұны көріп біраз абдырап қалды, бірақ кейін ол Нарутоны көтеріп Ишидатеге қарсы жүгірді. Дәл осы кезде Шибадаба Ишидатеге айқайлай бастайды, өйткені ол Нарутоға шабуылдап, ал корольді назардан тыс қалдырды. Ашуға булыққан Ишидате Шибадабаны мұзға айналдырады. Кейін жалдамалы жауынгер Мичируге шабуыл жасап, оған ауыр соққы жіберді. Алайда дәл осы кезде оған Чанг пен Кики шабуыл жасайды. Мичиру өзінің және Нарутоның күшін жинап, Наруто ақыры Ишидатені жерге тығып жіберді. Соңында біздің кейіпкерлер жеңіске жетті. Барлығы аяқталғаннан соң Мичиру өз қателігін түсінді. Ол өзінің қатыгез әрі өзімшіл ақымақ болғанын мойындайды. Хикару бүгін болған жайтты ешқашан ұмытпаймын деп айтады. Өйткені барлығы біріккенде ғана олар қайтадан бақытты бола алады. 3-ші фильмнің соңы. Енді мен әр адамнан лайк және әрбір Нарутоның тұрғынынан коммент күтемін. Осыны көріп уақыт бөлгендерге рахмет. Келесі видеода кездескенше қиялдап сіздермен.